Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллахи ва ба'д. Сабағымыз Құранның жеңілдетілген тәпсірі. Бүгінгі өтетін сүреміз ол Құранның 96-шы сүресі Алақ сүресі. Алақ сүресі ол 19 аяттан тұратын меккелік сүре. Меккелік болғанда тіпті бұл ең бірінші сүре пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам түскен. Алақтың мағынасы араб тілінен ол ұйыған қан. Неге сөйтіп аталды? Өйткені бұл сүренің ішіне сол сөз қолданылады. Аллах тағала айтады Құранда: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иқра бисми раббикаллази халақ дейді. Оқы дейді, жаратқан Раббыңның атымен дейді. Я Мұхаммад, сені және бүкіл әлемді, бүкіл адамзатты, бүкіл мақлуқты жоқтан бар қылған, жаратқан Раббыңның атымен оқы дейді. Екінші аят: Халақал инсана мин алақ дейді. Адам баласын ұйыған қаннан жаратқан дейді. Яғни адам баласы анасының құрсағында бірінші ұрық болады, одан кейін қанға айналады. Сол қаннан кейін адам пайда болады, дұрыс па? Сол ұйыған қаннан жаратқан Аллах тағаланың, Раббыңның атымен оқы дейді, я Мұхаммед. Келесі үшінші аят: Иқра уа раббукал акрам дейді. Оқы, әрі сенің Раббың аса жомарт дейді. Яғни, я Мұхаммед, оқы, сенің Раббың жомарт, яғни аса жомарт, жомарттылығы шексіз, кеңшілігі, Аллах тағаланың қайырымдылығы аса үлкен, аса жомарт, қолы ашық болған Раббыңның атымен оқы дейді. Аллази аллама бил қалам дейді келесі аятта. Қалам арқылы үйреткен. Бесінші аят: Алламал инсана ма лам я'лам дейді. Адамға білмегенін үйреткен дейді. Яғни, я Мұхаммад, адамдарға жазуды қалам арқылы үйреткен, және адамдардың білмеген нәрсесін үйреткен, тура жолды қалай табу жолын үйреткен, және қараңғылықтан иманның нұрына қалай шығу жолын үйреткен аса жомарт Раббыңның атымен, я Мұхаммад, оқы дейді. Келесі аятта, 6-шы аятта: Кәлла иннал инсана ла ятға дейді. Ақиқатында адам баласы шектен шығады дейді. Яғни адам баласы шектен шығады, тәкаппарланып, бет бұрады Аллах тағаладан, күнә жасап бастайды. Қашан? Келесі аятта: Ар-рааху стағна. Өзін мұқтаж еместей көргенде дейді. Яғни адам баласы мұқтаж болғанда, жағдай төмен болғанда, ол кезде ол Раббысына көбірек бойсынатын болады. Ал жағдай жақсы болған сайын Раббысын жайлап ұмыта бастайды. Көбінесе солай болады, көбінесе, яғни барлығы емес, бірақ көбінесе солай болады. Адам баласы байығанда, яғни Раббысын ұмыта бастайды. Басқа аятта айтқандай: Уәләу басаталлаху ризқа ли ибадихи лабағау фил ард дейді. Егер де Аллах тағала ризықты кеңейтіп беретін болса, жер бетінде адамдар күнәға батып кетер еді дейді. Сондықтан, яғни әрбір кісіге Аллах тағала лайықтысын береді. Яғни ақиқатында адам баласы шектен шығады, күнәға батып тәкаппарланып бастайды. Қашан? Өзін мұқтаж еместей көргенде дейді. Яғни мұқтаж емес болып, өзін бай сынғанда, бай болып көргенде адам баласы күнәға батып бастайды. Мешітке бармау көбейеді. Бұрын біреуді ренжітіп алатын болса, барып бірден өзі кешірім сұрайтын болса, байығаннан кейін ол оны істемейді, кісілер оған келгенін қалайды деген сияқты. Сөйтіп адам баласы шектен шығады дейді. Қашан? Өзін мұқтаж еместей көргенде. Келесі аятта: Инна иля раббика ар-руджа дейді. Ал анығында қайту жол тек Раббыңа болмақ дейді. Яғни арасында түбі бәрі Раббыңа қайтасың ғой дейді. Сол себептен адам баласы білсін дейді. Түбі есеп қисапқа баратын, Раббының алдына баратын, сол кезде жауап беретін. Яғни сондықтан адам баласы ойлансын. Яғни түбі Раббысына барады екен, есеп қисап болады екен, сондықтан адам баласы ойлану керек. Жағдай жақсы болып батырған болса, Раббысына қайтып, есіне соны әрдайым түсіріп тұру керек. Ал анығында қайту жол тек Раббыңа болмақ дейді. Түбі Раббыңа барасың дейді. Келесі аятта: Араиталлази янха дейді. Кедергі жасағанды көрдің бе дейді. Яғни адамды тыйым салған, кедергі болған көрдің бе дейді. Яғни Әбу Жахил айтып отыр ғой. Әбу Жахил пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам намаз оқуына кедергі болған. Сондай кісіні көрдің бе дейді. Яғни бұдан да таңқалатын нәрсе бар ма дейді. Абдан ида салла дейді. Бір құл намаз оқыған кезде дейді. Яғни бір құл намаз оқып отыр ғой, өзі мешітте, харам мешітте барып оқып отыр ғой. Бір құл, яғни ол Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол кісіге намаз оқуына кедергі болған сен кісіні көрдің бе дейді.
яғни бұдан да таңғалатын нәрсе бар ма дейді. Бұл жерде Аллах тағала сұрап тұрған жоқ, бағандай көрдің бе, көрген жоқсың ба деп тұрған жоқ. Яғни таңғалдырып тұр. Айтады ғой мысалы қазақтар, сен өзің түріңді көріп тұрсың ба, сен өзің түріңді көрдің ба, мынадан кейін айтады ғой мысалы, дұрыс па? Сондай сияқты, яғни осындай нәрсені көрдің ба? Адам тыныш, өзге ешқандай зиян жоқ, келіп харам мешітіне келіп намаз оқып жатыр, соған келіп адамды тыйым салып жатыр бір Абу Жахил келіп. Содан да бір таңғалатын нәрсе бар ма дейді. Келесі екі аятта араайта ин кана алал худа ау амара биттақуа дейді. Айтшы дейді, егер ол тура жолда болсашы, немесе тақуалыққа бұйырған болсашы. Яғни қараш дейді, осы бір кісіні, бір құлды Абу Жахил келіп намаз оқудан тыйып жатыр. Біреуді ұрлап жатырған жоқ, бір нәрсе істеп жатырған жоқ, ешкімге зиян келтіріп жатырған жоқ, мешітке келіп намаз оқып жатыр. Сол намаз оқуынан Абу Жахил тыйып жатыр дейді. Енді қараш дейді, сол тыйылған кісі тура жолда болсашы дейді, әлде тақуалыққа шақырған болса, таухидқа, Аллаға ықыласқа, жақсы амал істеуге, жаман амалдан тыюға шақырған болса дейді. Яғни андай болса ғой, бір зиян келтіріп жүрген сондай адам тыятын болса, жоқ, ешқандай зиян жоқ, керісінше кісілерді тақуалыққа шақырып жатыр, ықыластыққа шақырып жатыр, жалғыз Аллахқа құлшылық қылыңдар деп шақырып жатыр, ағайын тумалардың арасын жақсы болыңдар деп соған шақырып жатыр, келіп намаз оқып жатыр Раббысына, келіп соған тыйып жатыр. Яғни бұдан да таңғалатын нәрсе бар ма дейді. Айтшы дейді, егер ол тура жолда болсашы, немесе тақуалыққа бұйырған болсашы дейді. Келесі аятта, 13-ші аятта араайта ин кәззаба ва тавалла дейді. Ал егер де осының үстіне қоса, банағы бір кісіні тыйып жатыр ғой, Мұхаммадты намаздан тыйып жатыр, дұрыс па? Сол Мұхаммад пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол тақуалыққа шақырып жатырған болса, тура жолда болсашы, оған қоса соның үстімен сол бана тыйып жатырған кісі өзі өтірікке шығарып бет бұрған болсашы дейді. Яғни өзі тура жолда қаламайтын, ақиқатты мойындамайтын және ислам діннен, таухидтан бет бұрған кісі болсашы не болады дейді. Одан да бетер жаман нәрсе ғой дейді. Субханалла. Айтшы дейді, 13-ші аятта, айтшы дейді, егер өтірікке шығарып бет бұрған болсашы дейді, сол бана пайғамбарымызды намаз оқудан тыйып отырған кісі, онда одан да бетер жаман нәрсе ғой дейді. Қалай оны тыяды дейді, бас жасамай ма дейді, неге оны тыяды дейді. Кісі намаз оқып жатыр, жақсылыққа шақырып жүрген, таухидқа шақырып жүрген кісі, ал мынау өзі тура жолда емес, өзі өтірікке шығарады, Құранға сенбейді және исламнан бет бұрған кісі, яғни ойланбай ма ол кісі дейді Аллах тағала. Келесі аятта әлем я'лам би анналлаха яра дейді. Сонда ол Алланың көріп тұрған білмеді ме? Яғни сол ісін істеп отырғанда, ол банағыдай намаздан тыйғанда, Мұхаммадты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаздан тыйғанда, Аллах тағала оны көріп тұрғанын білмеді ме? Аллах тағала оны көріп тұр ғой. Бәрін, ісін, бүкіл амалын бәрін көріп тұр ғой. Сол нәрсені ол білмеді ме? Келесі аятта кәллә ла иллам янтахи ланасфa'ан бин насия дейді. Жоқ, олай емес дейді. Егер ол осылай істеген тоқтатпаса, сөзсіз біз кекілінен қатты ұстаймыз дейді. Яғни осылай қылып ол жүре беремін деп ойлай ма? Бағандай намаздан тыйды, өзі тура жолда емес, өзі сенбейді Құранға, намаз оқытпайды, намазға кедергі, тура жолда болуға кедергі болып тұрып, сонда ойлай ма, осыдан бұл құтыламын, жақсы болып бәрі қалады деп? Жоқ, олай болмайды дейді. Егер де осылай істеген тоқтатпаса дейді, осылай ісінен қоймайтын болса, сөзсіз біз дейді, яғни мен дейді, Аллах тағала өзін біз деп сөйлейді, мен дейді кекілінен қатты ұстаймын дейді. Сөзсіз біз кекілінен қатты ұстаймыз дейді, яғни кекілінен ұстап оны тозаққа лақтырамын дейді. Қандай кекіл? Насиятин кәзибатин хатиа, өтірікші әрі қателесуші кекілден дейді. Яғни сондай өтірікші қателесу иесі болған кекілінен Аллах тағала ұстап оны тозаққа жіберемін дейді. Егер де осы ісін тоқтатпайтын болса дейді, ол ойламасын дейді, яғни осылай қылып тыйғаннан бәрі жақсы болады, ары қарай бәрі күшті болады деп. Жоқ, олай ойламасын дейді. Міндетті түрде мен оған Аллах тағала азабын беремін дейді. Келесі аятта фәльядъу надия дейді. Қане шақырсын дейді, ол өзінің мәжілісін дейді. Яғни өзін жақтасатын кісілерін, өзінің қасында көмекшілерін шақырсын дейді. Санадъу забаният, бізде забанилерді шақырамыз дейді. Яғни Аллах тағала айтып тұр, оған вызов беріп тұр ғой, яғни қане шақырсын дейді өзінің көмекшілерін, өзінің бір нелерін, қасында жақтасатын кісілерін. Егер сөйтетін болса, мен де забанилерді шақырамын дейді. Забани дегеніміз бауырлар, ол азап періштелер, яғни азап беретін сондай қатты періштелер. Бізде забанилерді шақырамыз дейді. Кәллә ла тутиъху васджуд вақтариб. Олай емес дейді. Сен оған бағынба дейді, сәжде қыл және
жақындай түс дейді. Яғни оның Абу Жахилдің қалағаны болмайды дейді. Сондықтан сен, я Мұхаммед, оған бағынба дейді, тыңдама дейді оны. Намазын оқи бер, таухидыңа шақыра бер, адамдарды ықыластыққа бұйыра бер, жақсылыққа шақыр, жамандықтан қайтара бер, оларға бағынба дейді. Сәжде қыл дейді, және Аллахқа жақындай түс, және Аллах тағалаға жақын ұнайтын амалдармен Раббыңа жақындай бер дейді. Сол банағы сені діннен тыятын кәпірлерге мән берме дейді. Бұл бауырлар Алақ сүресінің жеңілдетілген тәпсірі. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.